Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін сіздермен осындай керемет ташкентский шайдың рецептімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңынан көріп, каналыма тіркеліп өтіңіздер. Алдымен бізге қажетті заттар: осындай бір апельсин қажет, 2 тілігі, лимон қажет, мята қажет, және де көк шай, қара шай, нават қажет. Егер нават болмаса, орнына мед қолдансаңыздар, яғни әсел қолдансаңыздар болады. Енді алдымен шайнегімізді алып, үстіне бірінші кесілген 2 апельсин тілігін саламыз. Сосын 3 тілік лимон бөліктерін саламыз. Және де мятаны, көк шайымызды саламыз. Қара шайымызды саламыз үстіне. Және де наватымызды, мятамызды саламыз. Егер нават болмаған жағдайда мед қолдансаңыздар болады. Мятаны жақсылап осылай жуып аламыз. Егер мятаның кептірілген түрі болса, ол да жарайды. Енді қайнап тұрған суымызды құямыз. Қақпағын жауып, шайнегіміздің 5-10 минутқа тындырып қоямыз. Яғни бұқтырып, шайдың дәмі әдемі болып шығады. Мінекей осылай. Енді 15-20 минуттан кейін шайымызды құйып іше береміз. Өте керемет, дәмді шайлардың бірі. Осылай печенье мен тортпен ішсеңіздер керемет кетеді. Шайымызды бір қайтара құйып аламыз шайнегімізді. Сонда әдемі, тынық болып шығады шайымыз. Ал енді шайымызды құйып іше береміз. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте керемет, дәмді шай болып шығады. Күшті тамақтар жасаған уақытта осы көк шай мен қара шайдан ташкентский шай жасап ішсеңіздер, тамақтарыңыз сіңімді болады. Мінекей, ал бізге ас болсын, керемет болып шықты шайымыз. Сіздермен болған Қаламқас. Видеоны соңынан көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркеліп